Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге трендтегі банафи пай пирогын дайындап көрсететін боламын. Бұл пирогқа ешқандай да пештің қажеті жоқ, пісіруді талап етпейтін пирогтардың бірі. Дәмі өте дәмді, әрі тренд болып жатқан бұл пирогты сізде дайындап көруге кеңес беремін. Мен үйде қалып қойған печеньелерден әзірледім. Қалауыңызға қарай қалаған түрдегі печеньені қосуларыңызға болады. Және де осылай қалып қойған бананды пайдаландым. Ендеше печеньелерімізді осылай блендермен не болмаса арнайы оқтаумен пакетке салып ұсақтап алуларыңызға болады. Содан соң сары майымызды ерітіп, қатты ыстық күйінде емес, әрине жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз печеньемізбен. Дәл осы көріністе болады. Пирогымызды формадан оңай ажыратып алу үшін дәл осылай мен пергамент бумага жабыстырып алдым жағдарына. Ендеше печеньемізді дәл осылай ішіне осылай форма беріп алатын боламыз. Әрине бортиктерінде жасайсыздар. Содан соң холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Яғни тоңазытқышқа қойып алсаңыздар да болады, 10 минутта қататын болады. Содан соң вареный сгущенканы қатырып алған печеньеміздің үстіне жағып шығатын боламыз. Вареный сгущенка менде бөлме температурасында тұрған. Егер холодильникте тұрса, оны жағу өте қиын болады. Міндетті түрде ерітіп алыңыздар. Содан соң банандарымызды қалауыңызға қарай кесіп аласыз. Және жағып алған вареный сгущенканың үстінен бананды өз қалауыңызға қарай теріп алыңыздар. Менде банандар өте көп үйде қалып қойғандықтан дәл осылай бүтіндей қолдандым. Әрине өз қалауларыңызға қарай банан аз болған жағдайда ұсақтап турап бір жұқа етіп, бір келкі етіп теріп шығуларыңызға болады. Ендеше өте дәмді болып шығатын крем дайындап аламыз. Ол үшін бізге 33% сливки және сахарный пудра қажет. Екеуін араластырып, салқын күйінде міндетті түрде миксермен көпіртіретін боласыздар. Дәл осындай қою крем дайын болады. Міндетті түрде сливки холодильниктен алынған болуы қажет. Кондитерлік мешогымызды дәл осылай ыдысқа салып алсаңыздар, салған кезде ол ыңғайлы болады. Дәл осылай мешогымызға салып, кремімізді жақсылап тұрып, ауасын шығарып тастаймыз. Және де осылай менден осындай насадка қолдандым. Әрине өз қалауларыңызға қарай вупи пай тортындағы қолданылатын насадканы қолдансаңыздар да өте әдемі шығады. Менде бар насадкамен жасадым. Дәл осылай екінші мешокқа да салып алдым. Қалауыңызға қарай гүл шығаратын боласыздар. Міндетті түрде дәл осы пирогты әзірлеп көріңіздер, себебі жасалу жолы өте оңай, әрі ешқандай да пешті қажет етпейді. Аса аз уақытта дайын болады, дәмі де өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде мен айта кететін кеңес, банафи пай пирогына сапалы вареный сгущенка қолданыңыздар. Менде 3 желания сгущенкасын қолдандым, маған өте қатты ұнайды. Дәмі де өте әдемі, және қалауыңызға қарай қалаған түрдегі какаоны бетіне сеуіп шығатын боласыздар. Менде крем кішкене артып қалғандықтан тағы да беткі жағына гүлдер қойып шықтым. Пирогымыз дайын болды. Ендеше холодильникте 3-4 сағатқа қойып алатын боламыз. 3-4 сағаттан соң формасын сыртынан шешіп алатын боламыз. Алда айтып өткенімдей, пирогты тестасынан, яғни печеньеден оңай ажырау үшін, пирогымыз формадан оңай ажырап шығу үшін міндетті түрде фольга не болмаса пергамент бумаганы қолданыңыздар. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Мен осылай формадан шешіп, сіздерге кесіп көрсеттім. Іші қалай болып шыққанын барлығын видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Және алда қандай рецепттер шығуын қалайсыздар, сол жайлы комментарияға міндетті түрде қалдыра кетіңіздер.